Қазақ тілі 3-ші сынып 2-ші бөлім 77-ші сабақ. Алдымен оқушылар сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліңдер. 44-ші тапсырма сурет бойынша әңгіме құра. Әңгімеңде тәуелдеулі және туынды зат есімдерді пайдалан. Менің өнерлі құрбыларым. Менің құрбыларым өнерлі. Олар Айдос, Айжан және Маржан. Айдос ағаштан ою ояды. Анасына арнап түрлі ыдыстар жасайды. Айжан мен Маржан текемет басу үйірмесіне қатысады. Олар кезге түрлі ою басады. Менің апам тоқыма тоқуды үйретті. Тоқыма тоқу маған ұнады. Енді оқушылар бұл тапсырмада тәуелдік жалғанған сөздерді оқимыз. Құрбыларым, яғни менің құрбыларым бірінші жақ жекеше түрде. Анасы, оның анасы болып, үшінші жақта жекеше түрде айтылып тұр. Менің апам бірінші жақ жекеше түрде. Туынды зат есім сөздер өнерлі, тоқу, тоқыма. Келесі тапсырма 45-ші тапсырма. Мәтінді тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Тәуелдік жалғаулы зат есімдердің астын сыз. Ақши Әминаның ауылы. Ауылда ши өседі. Әмина бір бума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқыды. Ши тоқу өнер. Бұл жерде ауылы, шешесі деген тәуелдік жалғаулы сөздер. 46-ші тапсырма сызбадағы ши түрлерін дерек көздерінен біліп ал. Ши ұлттық үй жиһазы. Оның ақши, ораулы ши, шымши деп аталатын түрлері бар. Ақши арнаулы ши өсімдігінен қабығы ашылып тоқылады. Ораулы шиді ақшидың сыртына түрлі түсті бояған жүн орап, өрнектеп тоқиды. Шиді ораудың арнаулы өрнегі бар. Ораулы шиде, ақши де керегенің сыртынан, туырлықтың ішінен ұсталады. Ас су сақтауға арналып тоқылған ораулы өреші ши адалбақанды қоршай үйдің ішінен ұсталады. Ораулы ши кезінде бағалы жиһаздардың бірі саналған. Құрметті оқушылар, менің арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Сонда әр жаңа сабақ сіздерге тегін көрсетіліп тұрады.